Ассалаумағалейкум достар, мен блогер Марсель. Ой, Үмбет қайда достар? Ё-моё. Үмбет. Бұл айтпақшы кеше не строитель табам деп ерте тұрып кетіп қалған шығар. Тапқан шығар енді. Достар енді. Ё-моё. Жедел сен строитель білесің ба? Жоқ. Ал сенші, білесің ба строитель? Строитель кім екен білесің ба? Строитель, сен ба? Жүр онда. Жүр. Мен артынан жүрш. На жерге шық, кафе соғасың ба? Айнасы терезесі бәрімен. Складты мақыл? Я. Қанша дейсің? Қаншаға келсеміз? Қаншаға келсеміз? 5000 теңгеден 2 тал. 10 тал? 2 тал. Қандай? Қанша теңге айтшы ойнамай? 10 тал. Бәсе? 50 десей? 50. Мә достар. Не бәрі бізде 6 тал. Бірақ на жақта да ақша бар екен ғой, ой. Дай, на жаққа соға бер. Тоқта. Мә, мынау заттары, короче. На заттары осының бәрімен соға бер. Осылармен. Достар, мен қазір жұмыстан шат деген хат жазып келейім. Жұмыстан екеуінен де шығам. Үмбетке де, Үмбет қайда екен? Білейін. Үмбетті де шығара салайын ба, достар? Екеуміз бір бизнеспен айналысып жүре береміз, короче, я. Шығарам, на жұмыстан айта салайын. Бірақ бүгін айлық шыққан шығар. Ана жақта зданиесі олып жатыр, солған барасыңдар деді ғой. Мен бірінші на жақтан айлығымды алам да шығам дейм. Енді сәлем ағай. Сәлем. Айлығыңды алуға келдің ба? Оны Үмбетке беріп қойғам, ол өз саған береді. Сосын жұмыстан шығамыз Үмбет екеумізде. Не үшін? Бизнес ашып едік та, сонымен айналысатын болдық. Жарайды. Енді ана жұмыстан шығамыз. Әлде достар қайттан бутылка өткізейік ба? Қайта ақша болады. На жақпен айтысылайық. Сәлем ағай. Сәлем. Короче, біз Үмбет екеуміз жұмыстан шығамыз. Жарайды. Ана жақта бір зданиесі оғылып жатыр, соған барсаңдар айлықтарын береді деп, сол қазір алып кел. Сәлем. Сәлем. Айлығымызды бер. Қазір өзім берем, тоқтай тұрыңдар. Мән арда. Бай, онау достар. Сұндығын бәрі тоқтағым. Елді мессенджерге біраз сен болды, дұрыс. Болды, рахмет. Давай. Іштене? Достар, біз короче жұмыстан шығып кеттік енді. Строитель ана жерде соғып жатыр екен. Достар, енді мен ана жақта өзіміздің мына үйде күте тұрам, енді осы үйде күте тұрам жатып. Азанда солып қалатын шығар. Ё-моё, азан болып қапты уже. Достар, тоқтаңыздаршы достар, кыз. Үмбет, қалайсың? Кафе соғып қапты ғой. Кафе соғып қойыпты ғой. Ой, азақ орындық екен, Мә, азақ орындық. На жаққа есік істемапты ғой. Істейсі аш? Терезелерді сындырам мен. На жаққа кім терезе қойған? Складқа қай жынды қойған? Тамақтарын мен деп едім ғой. Іздеш, Үмбет, әлде тамақтарсыз ба? Тамақтарсыз сияқты, Бірақ жарайды енді. Үмбет, нандай есік қоймаш? Нандай. Іркесі? Андай ақ есік қойдан төбесін жап. Мақыл? Сосын ана жақтағы мен қазір сыртын сындырып келем да, сол кейін блоктар алда, соны андай әйнектерінің орнын жабасаш. Достар, енді дұрыс демепті сәл, бірақ бола береді. Күшті. Кафеміз әдемі. Менде бағана
блоктарын бәрін бердім. Достар, айтпақшы, мен алдындағы адамға барыншы оламын, мен үйдің андай документін алмаппын ғой. Сосын оның кілттен алмаппын. Кілттемей жүрдік, бірақ біз. Адам, жедел тоқташ. Не болды? Сен паспортпен нені бермедің ғой, андай кілтті. Қазір берем. Жарайды. Достар, енді мен паспортым, короче. Паспортым дегенде үйдің паспорты ғой, біз өзімізге паспорт жасатпадық әлі. Ойбай, мен не істеп жүрсің? Сен ең ба не? Иә. Қазір ақшасын төлейін, тоқта. Тоқта. Қанша теңге? Міне, тоқта. 10 алдық. Қойыңдар, ондай болмайды. Алыңдар. Сендерді осыған шақырам деп жүрген едің. Үмбетті де шақырсай. Үмбет? Бүгін келіп жем алып кетіңдер дейді. Біздің үйге келсей? Қойыңдар, сендердіңші менің үйіме келіңдерші. Бәріміз терезең сындырсам бола ма деп ойнайтам. Бәріміз менің үйімде тұрайық та. Құмаш мен біздің үй бар. Короче, давай. Рахмет. Достар, емай. Полиция. Не болды? Мәсән, короче. Деп ойнайтам. Кешір. Кетсейше. Мен атак полицияның бастығымын. Қуатқама, достар. Үмбетке барайыншы. Айбай, арқамай, қысқырлат болайыншы. Ауыр батыр. Ойбай. Үмбет. Ана кастада, каста деппін ғой. Неше еді, ана. Үмбет. Жанымды алдың ғой, жынды. Короче, на жаққа бір балқысақ болған бер. Тамақ, молодец. Мә, өзің ақшаңа алдың ба? Мә, короче, ақшаларға да аласың ғой. Ақыл. Сосын баршы, на жерге бір сандық касса қылып қойдашы, на жаға өзіңе орындық қойып қой, мақыл. Сосын жұмыс істей берсен. Кассаға банақ мен берген ақшаң қойып қой. Давай. Сосын ана складқа да есіп қойып қойшы. Сосын сенде 6 блок бар ма? 6 5 ағаштан. 6 блок ағаштан. Ағаштан 6 блок. Ка бар ма? Иә. Ка онда 6 блок бере салмаған. Міне. Қойың ғой, беріп кел, қайттар. Барын бере берші қазір, қолыңдағын. Қазір қолыңда не тұр, соны бере берші. Көбі ағаш екен, жарайды, мен қазір әкеп берем қалған. Достар, енді мен қазір әкеп берем. Мына жағын жауып келуге негізі алғам енді. Сәл тамағым ауырып тұр, енді кешіріңіздер. Енді мына жағын жауып тастайық, достар. Достар, енді сол. Мына жағын жауып қойық қазір. Кафе, енді рахат болды кафені соғып алғанымызға. Жақсы болды негіз кафе соғып алғанымызшы, достар. Енді өзіміздің бизнесіміз бар. Жақсы, енді. Мынаудан негізі осын да сатып аламыз ба деп ойлағам де. Каста жасап атсың ба? Міне, тамақтар сап қоя саласың ба, ағаш. Сосын ба, мен андай кілт, осын кілтті алдың ба? Осындай кілттің көрсетмесін жасадам, анда біреу бере саласың ғой. Мен тамақтар, продукт ап келем магазинге. Магазин аяқта екен енді, достар. Мынау мекен? Мынау не? Мынау не? Сәлеметсіз бе, бұл не? Бұл банк. Банк? Банк ақша береді, және де тамақта сатады. Банк сияқты магазин ғой, короче. Онда маған қазір торттарыңыз қанша теңге? Торттар 5000 теңге. Ағай, мен сізге ақшаның бәрін берем да, осының бәріне мен бір сундықтағы заттардың бәрін алып кетем. Тамақтарды. Бұған енгізі 3 сундықтағы зат жетеді. Онда мен барлық тамақтардың бәрін алып кете берейінші. Жарайды. Міне мен шаурма мына жақтан алып кетем. Достар, енді мына жақтан андай борщ
борщ дегенде андай тамақ сондай сорпа. Мына жақта тамақ аз екен что-то. Ой, короче, ақшамды қайтарып бересіз ба? Тамақтар, қазір тоқташы, мен андай жартысын қайтарып берем. Аха. Достар, мен мені алдым. Бұның бәрі қанша болады? Бұның бәрі 20 тал. 20 тал болса, маңыз. Я, сау бол. Аха. Кеп тұр. Жарайды. Тамақ бар кезде ғана келем, достар. Кеп тұр деп қояды. Тамақтар азақ қойды, барлық ақшам деп қойым мен. Тамақ көп па деп. Короче, енді мен Үмбетке барайын. Үмбет. Кассаға қарап тұршыда, неғып кием қара. Кассаға қарап тұрсай, неғып киемді көріп тұрсын ба? Давай, короче. Енді, достар, күлкімге кетті. Неғып десеңіздер, бағанағы кеп тұр дейді, тамағы жоқ қой. Ито, сол енді. Мынау кімнің үйі? Хей! Әу! Адема, короче. Қайсың? Андай неме ұшып жүр ғой, достар. Ондай бізде аппарат шығып болған уже. Телезең сындырсам бола ма? Мен айтам. Короче. Мен жердегі екінші этажы мен бірінші этажыншы, мен тұрған жерші, сол екеуін жалға берем да, аласыңдар ма? Жоқ, біздің үйіміз бар. 2 этажды үйіміз бар ето. Кімге берем, білмей атымшы? Мынау не? Мынау біздің айтпақшы түрме жұмысымыз ғой. Опа. Достар, мынау стадион. Күшті? Дәу екен стадион бірақ. Мен андай магазин таппай жүрмін па, магазин таппай жүрмін. Тамақ дүкенің ба? Мені, жоқ, мені. О магазин, өзіміздің магазин. Менің жанымда дүкен бар да мен. Мен достар телефон алуға келгем негіз. Опа. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Мына екеу қанша болады? Бұның бәрі 5000 теңгеден 6 тал. Аха, 6 тал болса. Сау бол. Тоқтаңызшы, маған. Достар, қазір мен әлі жемейін. Жоқ, бұлар емес, айтпақшы, маған керегі. Маған керегі. Бір тортты алам. Аха, бір тортты алдым. Ағайына, бір торт қанша теңге? Бұл бір торт 5000 теңге. 5000 теңге. Жарайды. Тоқтаңыз. Мәңіз онда 5000 теңге. Сау болыңыз. Сау бол. Сізде айтпақшы, кофе бар ма? Кофе ертеңгеш? Аха. Негіз, достар, мен кофемен андай Үмбетке бар. Кеш болып кетті енді. Телефон Үмбетке беріп келе салайыншы. Кейін үйге айтам. Және тортты беріп кетейін Үмбетке. Аха. Үмбет. Қалайсың? Короче, мен саған телефонмен торт, шаймен, кофемен ішіп ал тортты. Телефон сосын саған. Достар, сіздермен болған блогер Марсел. Барлықтарыңызға пока, достар. Және де бұл Бомждың өмірі 4-ші серияда, ойлап қалмаңыздар, 5-ші серия.